Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, қоңырауды басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен банан пай пирогын пісіретін боламыз. Яғни бізге 180 грамм ұн қажет. Сол ұнымызды жақсылап електен өткізіп аламыз. Ұннан өткен електен өткізген ұнымызға біз сары майымызды, мұздатылып тұрған сары майымызды саламыз. Ол сары майымызды мен теркадан өткізіп алдым. Ұнға аунатып, теркадан өткізіп, ұнға аунатып, жақсылап аунатып, теркадан өткіземіз. Одан кейін барып біз крошка қамыр жасаймыз. Қамырымызды жақсылап араластырып, щепотка тұз саламыз. Одан әрі қамырымызды крошкаға айналдыра береміз. Одан кейін барып шекерімізді саламыз 120 грамм. Жақсылап қамырымызды езіп шығамыз. Яғни бізде крошка қамыр пайда болу керек. Осы ұнтақталған қамырымызға алып келіп, 2 жұмыртқамыздың желтогын, яғни сарысын әкеп саламыз. Енді қамырымызды илейміз. Өздеріңіз қалауларыңызша қаймақ та қосып жіберсеңіздер болады. Қаймақ қоссаңыздар, бұдан да жұмсақ тесто пайда болады. Мен бұл рецептте қаймақ қоспадым. Жақсылап енді басын біріктіріп, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Қамырымыздың басы біріккен соң салафанға салып, холодильникке 40 минут 1 сағатқа немесе 2 сағатқа уақытыңыз болмаса тіптен жақсы болады. Дайын болған қамырымызды холодильниктен алып, осылай пергамент қағаздың үстіне жаямыз. Менің астына формамның тарелкасын қойып алдым. Сол формамен бірдей қамыр шығаруым керек. Артық қамырлар шетінен шыға береді. Оның кейін шетін, яғни бортик жасау үшін қолданатын боламыз. Қамырымды тегістеп жайып шықтым. Шетіндегі артық қамырлардың бәрін алып, яғни бір қалып тегіс болды. Формама апарып салып, енді қолмен тегістейтін боламын. Жетпеген жерлерін қолмен жеткізсек болады. Енді қалған ұсақталған артық шыққан қамырларымызды бортик жасау үшін қолданамыз. Жайлап бортик жасаймыз. Бортикті жасап болайын деп қалдым. Бортик жасап болған соң жоғарғы жағын тегістеу мақсатында қасықпен тегістеп бір қалыпты тегіс қылып шығардым. Сол кезде әдемі көрінетін болады. Бортик жасап болған соң вилкамен осы қамырымды тесіп 25-30 минутқа 180 градус духовкаға саламыз. Коржығымыз духовкадан шықты. Духовкадан шыққан коржықты суытып аламыз. Суытып алған соң бетіне вареная сгущенканы жағатын боламыз. Бір қалыпты тегіс. Менің вареная сгущенкам қою болып қалды. Сол себептен сіздер қайнаған суға салып, кішкене сұйықтатып алсаңыздар да болады, сыртынан қайнатып. Бір қалыпты тегіс қылып жағып шығамыз. Енді бананымызды тегіс қылып бірдей размерде турап шығамыз. Қалыңдығын бірдей қылып турағанымыз өтімізге жақсы, себебі пирогымыздың беті тегіс болады. Енді банандарды біртіндеп апарып, осы вареная сгущенканың бетіне қойып шығамыз. Бананнан кейін сливкиді жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп алған сливкимізді осы бананның бетіне алып келіп жағамыз. Сливкидің рецептісі алдыңғы видеоларымда бар. Яғни бір ыңғай тегіс қылып жағып шығамыз. Кейін барып тегістеп болған соң бетіне какаоны әдемілеп сеуіп қоямыз сәндік үшін. Мінекей пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі видеода сіздермен қазіргі ең танымал пирогтардың бірі банан пай пирогын дайындадық.
рецептім ұнаса комментарий жазып лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.